сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қонақ Құдай елшісі. Бір әйел күйеуінің үйіне көп қонақ ертіп келетінін, соның себебінен қиындыққа тап болып қалатындығы жайында Мұхаммед пайғамбарға шағым айтып келеді. Бірақ ол әйел айтқан шағымына байланысты пайғамбардан ешқандай жауап ала алмайды. Біраздан соң пайғамбар әлгі әйелдің күйеуіне: "Бүгін сіздің үйге қонаққа барамын" деп сәлем айтып жібереді. Пайғамбардың үйінде қонақ болатынына өзі де, әйелі де қатты қуанады. Әйелі бар тәттісі мен дәмді тамағын әзірлеп дастарханына қояды. Пайғамбар үйлерінде қонақ болады. Үй иелеріне дән риза екенін білдіріп, үйден шығарда күйеуіне айтады: "Қазір мен үйлеріңізден шығып бара жатқанымда, әйеліңіз есіктің табалдырығына қарап тұрсын" дейді. Содан не керек? Әйелі пайғамбарымыз үйден шығып бара жатқанда онымен бірге ілесіп, үйден құрт-құмырсқа, бақа-шаян, тағы басқа зиянкес жәндіктердің шығып бара жатқанын көріп, көзі шарасынан шығып кете жаздайды. Сонда пайғамбарымыз артына бұрылып: "Міне осылай әрбір үйіңнен шыққан қонақтың соңынан ілесіп, үйіңнен бар бәле, зиянкес, жын-жыпыр да бірге шығып кетеді. Қабақ шытпай қонақты күтіп шығарып салудың да хикметі осы. Алла қонағы көп болған үйді, үй иесін жақсы көреді" дейді. Үлкенге де, кішіге де есігі ашық болған үй қандай жақсы үй. Ондай үйге Алланың берекеті мен рахметі жауады. Алла елшісінің тағы бір хадисінде: "Алла бір қауым жақсылық қаласа, оған сый береді" дейді. Ол не қылған сый деп сахабалар сұрағанда, ол несібесі өзімен бірге келетін және үй иесінің күнәсін бірге алып кететін қонақ деп жауап береді. Пайғамбарымыздың қонақ күтудің артықшылығы жайында айтқан басқа да хадистерінде: "Қай үйге қонақ кірмей, періштелер кірмейді. Қонақты күту жәннатқа кіретінінің дәлелі. Кім Аллаға және ақыретке сенсе, қонағына құрмет көрсетсін" деген екен.